Сәлем, есімің кім? Менің есімім Омардиана. Жасың нешеде? 2-де. Менің есімім Мөлдір. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Бұл бағдарламада мен саған сұрақтар қоям. Сен сол сұрақтарға шынайы, еркін өз ойыңды айтып жеткізуің керек. Келістік қой? Керемет. Ендеше бірінші сұрақ. Сенің ойыңша президент деген кім? Президент деген ол әр елдің өз президенті болу керек. Потому что ол әр елдің өз президенті болса, егерде болмаса, әр ел өзінше кетіп қалады. Сондықтан әр елдің өз президенті болу керек. Президент болу үшін адамның бойында қандай қасиет болу керек? Не істеу керек адам? Президент болу үшін ол халқына жақын болу керек, тез тіл табысып кету керек. Сосын Қазақстанның президентін танисың ба? Кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Керемет. Сенде сондай бір мүмкіндік туды. Сен Қасым-Жомарт Кемелұлымен кездестің, екеуің сөйлесіп отырсыңдар. Ол кісі сенің барлық бір өтініштеріңді, талап тілектеріңнің бәрін тыңдаймын деп отыр да. Егер сенде сондай мүмкіндік туса, сен оған не айтар едің? Біздің Қазақстанда көбінесе көп адамдар жағдайлар болмайды. Сондықтан солардың жағдайларын беріп, осы Қазақстан дамытсын деп айтар едім. Сол өтініш, жеке өзіңе керек дүниелерді сұрамайсың ба? Өзіме бір бизнес ашқым келеді өскен кезде. Соны сұрар едім. Керемет. Ал президент кім екенін білдік, ал депутат деген кім? Депутат деген одан сәл төменірек адам. Сол президенттің сәл төменірек адам. Депутаттар не істейді? Жұмысы қандай олардың? Олардың жұмыстары халықтарға жақын болып, сол халықтардың түсіну керек та, сондай. Ал өзің депутаттарды өмірде көргенсің ба, кездесіп? Көрмегенсің, депутат деген кезде көзіңе қандай адам елестейді, былай сипаттап бере аласың ба? Жуас адамдар деп ойлаймын. Жуас адамдар деп ойлайсың. Онша қатал емес деп ойлаймын. Жұмсақ адам деп ойлайсың ба? Ал егер сені біз депутат етіп сайласақ, сен не істейсің, не өзгертесің Қазақстанда? Қазақстанда жаңа үйлер, жаңа домдар салар едім. Сол, Ал әкім деген кім? Әкім деген ол ауылдың не қаланың бір әкімі болу керек. Адамдар соған барып өз пікірлерін, нелерін айтады. Өтініштерін айту мүмкін, Ал біз сені қала әкімі қылып сайладық, Шымкенттің әкімі сенсің. Қай мәселені бірінші кезекте шешесің? Не ұнамайды саған? Қандай қаламызда проблема бар қазір? Қазіргі таңда ол қалада көп адамдардың қаражаттары көп нәрсеге жетпейді, ашаршылық болып келе жатыр. Сондықтан көп нәрсені қымбаттамай, сәл арзандық қылу керек. Соның алдын алу керек, арзандату керек, ашаршылықты болдырмау керек деп ойлайсың. Керемет. Ал біздің қаланың қазіргі әкімін танисың ба? Жоқ. Енді саған мынандай сұрақ. Жемқорлық, парақорлық деген сөздерді білесің ба? Естімегенсің ба? Мүлдем. Біреуге пара беріпті, пара беріп ұсталыпты дегенді құлағың шалмаған ба жаңалықтарда? Жоқ, естігем солар. Бір адам екінші адамға қандай мақсатта пара береді? Қалай ойлайсың? Егер де мен андай естігем, жолда кетіп бара кезде, қыздан өтіп кеткен кезде, сондай полицияларға пара береді. Полициялар оны алмайды. Алмайды? Не үшін пара береді жүргізуші? Ол ұсталып қалмасы үшін, ұсталып қалады ғой, сол кезде андай ешбір проблемасы жоқ болып ақшаны беріп кетіп қалатындай сияқты ойлайды өздері. Құтылып кету үшін, оңай құтылу үшін, Бірақ полиция алмайды дедің. Сонда пара беру де, пара алу да дұрыс емес нәрсе ма? Неге олай ойлайсың? Тек ойлаймын өзім. Кімдер алады параны? Өздеріне ақша керек те ғана, ақша алатын адамдар ғана. Қазір ақша бәріне керек, мәселен. Мұғалімдер, дәрігерлер ала ма пара? Кейбіреулер алуы мүмкін, бірақ көбінесе алмайды. Қандай жағдайда алуы мүмкін? Мысалы, дәрігерлер. Дәрігерлер білмеймін. Білмейсің, Енді соңғы сұрақ, сен көшеде кетіп бара жатсың, елестетіп көр, алдыңда бір қап ақша жатыр. Сен оны тауып алдың, жаныңда ешкім жоқ. Ашып қарап санасаң 1 миллион теңге бар екен ішінде. Ақша қолыңда, сен ол ақшаны не істейсің?
мен бірден полицияларға звонап соны ақшаны беруім керек. Егер де соның ақшаны егесін таппаса, сол адамдарға жаратса болады оны андай садақа беріп сөйтсем. Ал мынандай ой келмеді ма саған? Ақшаны алып, полицияға ешкімге айтпай, өзіңнің қажетіңе жаратып жүріп, олай да болады мысалы. Иә, бірақ ол жаман адамдар ғана сондай ақшаны алып кете алады, мен бірақ ондай емеспін. Керемет. Жауабың өте шынайы болды. Ал лотереядан ұтып алсаң, сен көшеден тауып алған жоқсың, ұтып алдың өзің. Лотереядан ба? Иә. 1 миллион ба? Мен оны өзімнің ата-анама, өздерімді жағдайым жасап алып, кейін ал қалған ақшаны басқа адамдарға тарататын едім. Өзің жағдайыңды қалай жасайсың? Не сатып аласың? Өзіме дом үйлер, не бизнес ашып, сондайлар бар еді. Қандай бизнес ашасың 1 миллион теңгеге? 1 миллион теңгеге өзіме ұнайтын бизнес ашар едім. Қандай? Мысалға, өзіме салон жасап ұнайды, сосын актер істеп, сондай бәрін ұнайды. Сондай ашасың, иә? Иә. Керемет, арман тілектерің орындауына тілектеспін. Енді біздің осы бағдарламаны көріп тамашалап отырған өзіңмен жасты замандастарыңа қандай ақыл кеңес айтасың? Егер айтарың болса, мына камераға қарап айта берсең болады, мархабат. Достар, осындай егер де актерлер істейлерге қатысып, өздерің өскенде актер болыңдар. Тағы не айтасың? Тағым, ата-ананың үміттерін ақтаңдар. Керемет, біздің бағдарламаға келіп, шынайы жауап берген үшін саған көп рахмет айтамын. Келесі кездескенше сау бол.